Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Осындай әсем білезік жасайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әуелі осылай кітапқа жіпті айналдыра өткіземіз. Мен 11 жіпті айналдырып өткіздім, себебі қазір жүрекше және А деген әріпті тоқитын боламын. Содан соң осылай жіптерімізді рет-ретімен дұрыстап қойып аламыз. Ине жібімізді айналдырған жіпке байлап, оған өздеріңіздің қалаған түстегі моншағыңызды өткіземіз. Енді осы моншағымызды өткізген жіптің астынан жібереміз де, арасына бір-бір жіпті сала отырып, тоқуды бастаймыз. Енді майда моншақтың арасынан жіпті астына қалдыра отырып, инені өткізетін боламыз. Сонда тоқыған біздің білезігіміз сөгіліп кетпейтін болады. Кезек-кезек осылай тоқитын боламыз. Енді мен жүрекшені бастаймын. Мінекей жүрекшеміз дайын. Енді А деген әріпті тоқуды бастаймыз. Мен әсемдік ретінде екінші шетінде жүрекшемен тоқыдым. Келесі кезекте осылай қиып алып, жеке-жеке байлап шығамыз. Және де өз қалауларыңызбен тағы да білезігімізді сәндейтін боламыз. Мен қазір моншақпенен сәндеймін. Осымен кішкентай ханшайымдарға арналған білезігіміз дайын.